Сол квартираның бір бөлмесінде өзім тұрам, қалған бөлмелері балалар үшін жабдықталған. Невропатологқа барады, бір невропатолог солай деп айтты дейді. Ол аутистқа ұқсамайды. Ол аутист емес деймін ғой. Тұқым қуалайтын ерекшеліктер бар, тұқым қуаламайтын ерекшеліктер бар. Жыныстық дамуы қалыпты балаларға қарағанда 1-2 жас ерте жүреді. Ең негізгі қателік мамандардың балаға деген сенімсіздігі. Мүмкіндігі шектеулі бала, инвалид баланың пособиясы 50 000 теңге. Кез келген ата-ананың қалтасы көтермейді. Жеке мамандар жұмыс жасағандай қылып, мемлекеттік мамандар жұмыс жасамайды. Ұят жерге жатып алады, айқайлайды, жылайды. Сіз жасаған нәрсені бала жасайды. Сіз айқайласаңыз, бала солай айқайлайды. Өте талантты адамдар. Бетховен, футболист Лионель Месси. Дайын емес баланы мектепке отырғызуға болмайды. Өмірдің бір қызығы бала деген, тәттісі де кім десе бала дерем. Бейбіт күнде ғұмыр кешсін еш алаңсыз, ардақтаке аяулы анаменен. Армысыздар қадірменді көрермендер. Бүгінгі мұғалімдер бөлмесінің кезекті тақырыбы ерекше балаларға арналмақ. Ал біздің студиямыздың қонағы Дос әлеуметтік жаттықтыру пәтерінің құрушысы, дефектолог логопед Мәншүк Рахметова. Мәншүк ханым, біздің ұсынысымызды қабыл алып, төрімізден табылғаныңызға көп рахмет. Енді сұхбатымызды әдемі бір сауалмен бастағым келіп отыр. Жалпы, неліктен дәл осы саланы таңдадыңыз? Сәлеметсіздер ме? Шақырғандарыңызға рахмет. Бұл мамандыққа қалай келдім? Негізі басында мен педиатр болғым келеді. Балаларды емдейтін дәрігер болғым келді. Содан кейін 11 классқа келген кезде биология пәнін таңдадым. Сол биология пәнін таңдап жүрген кезде бізге парақта менің тізімін берді мамандықтардың. Сол жерде осы дефектология деген маған қатты ұнады. Естілуі басқаша болды, айтылуы басқаша болды. Сол кезде менің қызығушылығым ояна бастады. Содан пән мұғалімі келіп сұраған кезімде, бұл мамандық қандай деген кезімде, ол кісі айтты, осындай мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасайды, соларға көмектеседі, тәрбиесімен айналысатын маман деп. Сол кезден бастап осы мамандық маған бір жақын болды. Өзімнің нағашы інім ДЦП болып туылды да, ініме көмектесу арқылы сол жасаған әрбір ініме деген ісім қызығушылық туғызды. Осы қызығушылықтың арқасында осы мамандыққа келдім. Енді бұл мамандықты таңдаудың өзі мықтылықты, бір батырлықты, жүректің өжеттігін қажет ететін сияқты. Менің ойымша, жаңағында ерекше балаларды көрген кезде өзіңіздің жүрегіңізге, көңіліңізге бір әсерін тигізіп толғындырып жатпай ма сізді? Негізі осы мамандықты бітіргеннен кейін менде андай қорқыныш болған жоқ. Көп мамандардан сұрасаң, баламен қалай жұмыс жасаймын? Баланы ең бірінші көрген кезде енді олар поведениесі болады, бір келіспейтін бір істері болады ғой. Соларды көрген кезде көбісі айтады, мен қорықтым деп. Менде ешқандай ондай қорқу болған жоқ. Менде керісінше қалай айтсам болады, қуаныш болды. Мен осылармен жұмыс жасап, егер ол былай жасап тұрса, мен былай үйретумен болады деген қуанышпен, сенімділікпен бардым. Жақсы, сіздің Дос әлеуметтік жаттықтыру пәтеріңізге көшсек, жалпы ашу мақсатыңыз барлығы түсінікті сияқты. Бізге қандай іс-әрекеттер орындалады, қандай жаттығулар үйретесіздер сіздер? Соған тоқталсаңыз. Бұл негізі бұл пәтер қазіргі таңда эксперимент ретінде жүргізіліп жатыр 2018 жылдан бастап. Кәдімгі өзім тұрып жатқан, енді сөздің ашығын айта керек. Өзім квартираны арендовать етіп тұрам. Сол квартираның бір бөлмесінде өзім тұрам, қалған бөлмелері балалар үшін жабдықталған. Отдельно өздерінің спальнялары бар, жұмыс жасайтын бөлмелері бар, кухнялары бар, өздерінің туалеттері бар. Соның барлығы сол балалар үшін жабдықталған. Қанша бала келеді күніне? Әлде сізде тізіммен бөліп қоясыз? Жоқ, мен негіз үлкен балаларды қабылдаймын. 12-ден асқан, немесе 10-нан асқан балаларды қабылдаймын. Себебі оған дейінгі жасқа дейінгі балалар түрлі центрлар бар, оқу орталықтары бар ғой. Соларға барады да, ол жерден өздеріне жасына сай керек нәрселерін алады. Бірақ ол жерде болашаққа ұмтылдыртатын, немесе әлеуметтік ортаға бейімдейтін, тұрмыстық қабілеттерін үйрететін сабақтар жүрмейді. Сол сабақтарды алу үшін олар маған келеді.
Мен таңертеңгі сағат 9-дан кешкі сағат 10-ға дейін немесе 8-ге дейін жасайтын кездерім болатын. Мысалға, бір күндік режимдеріңіз көрсетіп бір күндік режимді айтатын болсам, таңертең оқушым келеді, таңертең 9-да келеді, содан 1-ге дейін болады, немесе 11-ге дейін болатын балдар бар. Жаңағыдай сабақтың расписаниясына байланысты қойылады да, өйткені олар менен де басқа мектепке барады, бассейні бар, немесе қосымша сабақтары бар. Сол себепті 2 сағатқа келеді, немесе 4 сағатқа келеді. Жалпы енді ата-аналарына келсек, ерекше балалардың қабылдауы, ата-ананың мұғаліммен, яғни тьюторлар дейміз, араларында ешқандай мәселе туындамай ма? Әлде бір қандай да түсініспеушілік орын алып жата ма? Түсініспеушілік болады, себебі біздің ата-аналар, енді бұл жерде барлығы деп айтпақ қояйын, ата-аналардың ішінде енді көп жағдайда кездеседі, өздерін кінәлайтындары болады, осы баласын мысалы осындай ерекше болғанына. Сонымен қатар баласының ерекшелігін мойындамайтын ата-аналар болады. Жоқ, мен балам ондай емес, мынадай деген сияқты. Сонымен қатар мойындап тұрып, өзін кінәламай тұрып, басқа адамнан кінә іздеп тұратын ата-аналар бар. Түрлі ата-ана кездеседі. Ол мен осы жерде 8 жыл жұмыс жасап жатырмын. 8 жыл болды. Осы 8 жылдың ішінде түрлі ата-ана көрдім. Сіз ерекше балалардың бойындағы жаңағы өзгеше қасиеттерін, қабілеттерін қалай анықтайсыз? Негізі балалар бізге келердің алдында, мысалы үшін, бізге баланы бір сразу алып келмейді мамандарға. Олар бірінші невропатологтарға барады, КТ-сы бар өтетін, медициналық түрде бастайды. Кез келген балаға медициналық түрде. Невропатолог өзінің несін айтады, диагнозын қояды, сөйтеді да қандай маманға бару керек екенін айтады. Егер алатын болсақ, егер ғылыми түрде айтатын болсам, сол кезде барып бізге келеді. Неден кейін, невропатологтан кейін көп жағдайда психиатрға барады. Психиатр біздің кез келген диагнозды, баланың ерекшелігін бекітетін, анықтайтын психиатр. Біз педагогпыз ғой, олар медицина түрінде бекітіп береді. Мысалы, кез келген ерекшелік, психологиялық ерекшелік медицина түрінде бекітіледі негізі. Өйткені тексеру бар, жаңағыдай қосымша алатын дәрі-дәрмек дейміз ғой, сипаттамалары бар. Солардың барлығы медицина түрінде бекітіп келеді. Содан кейін барып бізге келеді. Біз баланы тексеру, диагностика жасау арқылы, бақылау арқылы өзіміздің педагогикалық тәрбиелік түрде уже нәтижемізді айта бастаймыз, результатын айта бастаймыз, немесе заключение дейміз ғой, соларын айта бастаймыз. Қалай жұмыс жасау керек, не істеу керек, қалай болады, неге олай, сонымен қатар қалай өзгеру мүмкін деген сұрақтарға да жауап береміз. Ата-аналардың бір несі, қателігі осы жерде айтып кететін, әр маманға апармайды. Мысалы үшін невропатологқа барады, бір невропатолог солай деп айтты дейді. Сол невропатологтың айтқанымен бізге келеді. Бізге келген кезде ана бала басқаша болып тұрады. Біз айтамыз, жоқ, невропатологтың айтқанындағыдай бұл жерде олай емес. Мысалы үшін, енді көп жағдайда бізде қазір аутизм деген диагноз бар, ерекшелік бар. Аутизмді көп жағдайда балаларға көп қояды. Менің алдыма келген кезде ол аутистқа ұқсамайды. Ол аутист емес деймін ғой. Сол кезде ата-аналар сенбей жатады. Жоқ, маған осы жаңағыдай күшті невропатолог, осындай аутист деп қойып берді дейді. Ал оның қандай белгілері бар? Аутисттің негізгі белгілері, аутист дегеніміз ол осы қоршаған ортадан баланың бөліктеуі, қоршаған ортаға сіңіспеуі. Сонымен қатар психикалық түрде баланың жетіспеушілігі, немесе кемістігі дейміз ғой, былай алғанда, кем дамуы. Сол негізгі аутизмнің өзін алатын болсақ. Сонымен қатар қазіргі таңда аутизмге қосымша сөйлеу қабілетінің төмендігі, немесе алалия деген, афазия деген, эхолалия деген қосымша диагноздар жүреді. Яғни ол сөйлеу қабілетіне қатысты. Сонымен қоса физикалық түрде тағы бір диагноздар болады. Мысалы, ДЦП болуы мүмкін, бала көп қозғала алмайды, жүре алмайды, немесе сонымен қатар жаңағыдай, мысалы, артикуляция дейміз ғой, артикуляциясының тарлығы болуы мүмкін. Сондай әртүрлі диагноз қосылады. Ал негізгі диагноз ол аутизм. Бізге аутизм деп келген баланың біз аутизммен жұмыс жасаймыз біз. Қоршаған ортада ерекше балаларды қалай, мысалы, енді жалпақ тілде айтып кететін болсақ, қалай анықтауға болады? Біріншіден, олардың істеген мінез құлықтары басқаша болады. Жалпы қалыпты балаға қарағанда мүлде ұқсамайды. Олар айқайлауы мүмкін, айқайламайтын жерде. Олар жаңағыдай бізде обществоның өзінің бір заңдары бар дейміз ғой, правилалар бар, бәріміз
қабылдайтын, ұстайтын. Олар түсінбейді. Оларды қабылдамауы мүмкін. Қабылдамайды да. Себебі оларға айтылған жоқ қой. Мына жерде былай жасауға болмайды, мына жерде былай жасауға болмайды деп оқытылған жоқ. Сол себепті олар солай көрінеді. Екіншісі, сөйлеу қабілеті төмен болады. Келесісі, түсінігі төмен болады. Пониманиясы дейміз ғой, енді орысша айтқан кез барлығын түсінікті болсын деп. Сіздің айтып тұрған тақырыбыңызды, немесе сіздің қойып тұрған сұрағыңызға уақытылы жауап бермеуі мүмкін, уақытылы қабылдамауы мүмкін. Сол келесісі, олардың жаңағыдай қалай келтірсем болады, олар көп жағдайда сізбен контактировать дейміз ғой, енді сізге осылай мен сияқты отырып көзіңізге қарап әңгіме айта алмайды. Олар жаңағыдай зрительный контакт деген бар, көзбен жаңағыдай не істеу. Сол болмайды. Барлық ерекшелігі бар балаларда ол болмайды. Оны біз үйретеміз балаға. Мысалы, әңгіме айтып отырған кезде бетке қарау керек, бетке қарау керек екенін, өйткені диалог қой, енді қанша дегенмен сол процесс болсын деген мақсатта осының бары үйретіледі. Ал жетілу жағы, мысалға, орта жас, үлкен жастағы балалардың жетілуі қалыпты баладағыдай бола ма, әлде қала бере ма? Қалыпты балаларға қарағанда олардың физикалық түрде бірдей болуы мүмкін. Мысалы, 7 жастағы бала мен 7 жастағы баланың бойы, жаңағыдай көзі, қолы, сол стандартқа сай болуы мүмкін. Ал бірақ психологиялық жасы кем дегенде минус 5-6 жаспен жүреді. Мысалы, біздің алдымызға келген 3 жаста мысалы бала болса, оның психологиялық жасы 8 ай, 7 айлық баланың психологиялық жасы. Көбісі айтып жатады, мысалы үшін, жоқ, менің балам мысалы 7-де, ол 7-дегі баладай қабылдау үйрену керек. Яғни мойындамайды, мойындамайды. 7-дегі бала мысалы үшін жаза алады, сөйлей алады, өзінің ойын айта алуы мүмкін. Мысалы үшін сұрақ қойсаң, қалай ойлайсың дегенге сұраққа жауап беруі мүмкін. Сонымен қатар оқиды, есеп шығарады. Ал ерекше балалар оларды жасалмауы мүмкін. Енді осындай ерекше бала туылған отбасында тағы да қайталану мүмкін бе? Өйткені ата-аналарда қорқыныш болады ғой. Ол қорқыныш бәрінде бар. Себебі бізде кездеседі, жалғыз баласы бар, аутист, немесе ЗПР, немесе басқа диагнозбен келесі балаға бара алмайды, себебі қорқады. Ойлайды, менің балам тағы осындай болып қалуы мүмкін деп. Мүмкін, болуы мүмкін. Бірінші баласы, одан кейін екінші баласы, одан кейін үшінші баласы болатындары да бар. Ол өзіміз көргенбіз сондайды. Себебі неде болуы? Себебі ол бұл мысалы ЗПР-ді айтуға болады, даунаны айтуға болады, немесе сөйлеу қабілеті бұзылған балаларды айтуға болады. Анасы аяқ ауыр кезде депрессияға түседі, анасы аяқ ауыр кезде кейбір хромосома нелер хронический ауру дейміз ғой, солармен ауырады, немесе грипп болады. Сол аурулардың нәтижесінен бала солай туылады. Сонымен қатар кислород деген бар. Ең негізгі балаға керек нәрсе. Кислород болмаса баланың миы мүлде дамымайды. Қазір 2-ның 1-не сондай қойылады, кислородның кислород жетіспегендіктен, мысалы, аяқ ауыр аналар бар, үйден шықпайды. Күні бойы үйде отырады. Үйдің ауасы, ауа жұтып жатыр ғой, бірақ енді таза ауадай болмайды ғой. Сосын отбасыда болатын әрбір жағдайды депрессия қылып алатын кісілер бар. Соның нәтижесінен сізге сондай бала туылады. Ол өтірік емес, ол шындық нәрсе. Яғни оның ешқандай тұқымында болмаса да, әрине кейбір әр ерекшеліктің өзінің бір келу ерекшелігі бар да, тұқым қуалайтын ерекшеліктер бар, тұқым қуаламайтын ерекшеліктер бар. Соны негізі екіге бөліп алсақ, себебі көп мамандар, көп ата-аналар содан қателеседі. Тұқым қуалайды деп айтады. Мысалы, менің анам сондай болған кезінде тұтықпамен ауырған, менің балам тұтықпамен ауырды деген сияқты қылып, мысалы, келтіріп алады. Жоқ, олай оның бірінші біліп алу керек. Балаңызға ерекшелік қойды ма, ол қалай келді деген анықтамасын оқып алу керек. Тұқым қуалай ма, тұқым қуаламай ма? Сол кезде барып сіз айта аласыз. Оны қандай да бір тест арқылы тексере ма? Қалай біледі тұқым қуалайтынын? Жоқ, ондай жаңағыдай тест медицина түрінде, мысалы үшін есту арқылы ішінде бала жатқан кезде даунаны ғана анықтай алады. Өйткені физиологиясы басқаша болып келеді, сүйегі басқа болып келеді, жаңағыдай физиологиясы.
сол мақсатта. Ал қалған ерекшеліктерді сөйлеу қабілетін төмендеуі немесе түсіну қабілетін төмендеуін ол олай айта алмайды. Мысалы аяғы ауыр кезде оны өйтіп белгілей алмайды ешкім. Әрбір жаңағыдай диагнозға негізі егер дұрыстап литератураны дұрыстап оқыса, осы әрбір диагноздың қалай пайда болады дегеніне жауап тұрады әрқашан. Өйткені ол зерттелген, әбден көздері жеткен. Біздің Қазақстанда тек дефектология саласы, осы ерекше балалармен жұмыс жасау саласы, медицина тұрғыда осы өтірік айтпақ қойын, бір соңғы 5 жылда шығар тек қарқынды дамып, алдыға қарай тартып, немесе осылай жаңағыдай мамандардың шығып жатқан медицина тұрғысында, психологиялық, педагогикалық тұрғыда айтып жатқан, оған дейін бізде болған жоқ. Ал оған дейін Америка, басқа елдерде, Америка болсын, Европа болсын, Россияның өзінде олар кәдімгідей зерттелген, ұзақ зерттелген, нәтижесі көздері жеткен. Сондай негізгі жаңағыдай осы жерде айта алмайтын бір аутизм деген диагноз бар. Мен бағана айттым ғой, аутизмға ол нақты жазылмаған. Себебі аутизм әлі күнге дейін зерттеліп бітілмеген. Тұқым қуалаған арқылы, немесе тұқым қуаламай ата-анасын, мамасы аяғы ауыр кезде депрессияға түсуі, кислород жетіспеуі деген ондай не болмаған. Себебі аутизм ол белгісіз әлі. Ар жағы тұман болып тұр да, оны ешкім істей алмайды. Бірақ өзіміз былай маман ретінде болжайсыздар. Болжау арқылы, эксперимент жүргізу арқылы, немесе бақылау арқылы біз ойлап жатамыз генетика деп. Генетика арқылы келеді. Адамның бойында, мысалы, адам өмірге келгенде бәріміз де бір қалыпты келеміз. Бір қалыпты өсеміз, ешкім келген кезде, өмірге келген кезде біреу андай болып кетті, біреу мындай болып кетті деген болмайды. Біз бір қалыпты өсеміз, бір қалыпты бәріміз тәрбие аламыз, бір қалыпты мектепке барамыз, барлық процесті бірге жасаймыз да, барлығымызға ортақ. Ал өмірде адамның өзінің психологиясына, ішкі жан дүниесіне қондыратын бір привычкалары болады, қалыптастыратын. Әдеттері болады, қалыптастыратын мінездері болады. Мысалы, көре алмаушылық деп айтып жатамыз. Жүре пайда болатын, жүре пайда болатын мінездер болады. Сол мінездерді көбісі ойлайды, ауру қалса да әдет қалмайды деген ол бекер емес. Мысалы үшін, сол әдетіңіз, әр адамның бойындағы әдет, ол бір болмаса бірінші поколениесі, екінші поколенияға туылады. Сізде өйткені ол қанға сіңіп кетеді адамның бойында. Мысалы, біз өзіміз айтуымыз мүмкін, былаймын, мен мындай қылып жасасам, мен былай боламын, мен тәкаппар болсам, бұлар менің артымда солай жүру керек, немесе жаңағыдай бір нәрсе болсам, сондай әртүрлі жағдай болады. Сол қанға түседі да, қаннан сіздің балаңызға барады. Беріледі, ол берілген нәрсе сіздікінде беріліп, басқа жаңағы адамдікінде берілуі мүмкін, ол жаңағыдай өрші түрде берілуі мүмкін. Соның нәтижесінде мүмкін аутисттер пайда болады шығар деген біз өзіміз жаңағыдай болжамдарымыз бар. Мәншүк ханым, енді осы ерекше балаларда жыныстық даму үдерісі қалай жүреді? Қалыпты балалардағыдай бірдей ме, әлде ой өрісі басқаша болса да, ол да кейін қалып жата ма? Қалыпты балаларға қарағанда жыныстық дамуы олардың тез жүреді. 1-2 жас ерте жүреді. Мысалы алатын болсақ, қалыпты оқушыларда жыныстық даму, енді оны біз енді былай алғанда переходный возраст дейміз ғой. Переходный возрасты 12-13, содан 15-16 жасқа дейін созылса, біздің балаларда ол 10 жас, тіпті 7 жасында көрінетін кездерде болады. Біз өзіміз кездестік, 7 жасында балада сол даму пайда бола бастаған кездер бар. Яғни гормондар бөлінеді, ерте? Гормондар бөлінеді. Немесе ол жаңағыдай бізде андай бар да, балалар, ерекше балалар бір қозғалған нәрсені қайта-қайта көре береді. Соның нәтижесінде олар жаңағыдай ішкі жан дүниесіндегі физиологиялық тұрғыда оны көтеріп жіберуі мүмкін, қозғап жіберуі мүмкін. Соның нәтижесінде ерте дамып кетеді кейбіреулер. Ал негізгі айтатын болсам, жыныстық дамуы қалыпты балаларға қарағанда 1-2 жас ерте жүреді. Психологиялық тұрғыда баланың дамуы біз қалыпты балаға қарағанда кеш жүреді, ал жыныстық дамуы ерте жүреді. Себебі баланың түсініспеушілігі, мысалы, түсініспеушілік дейміз ғой, түсініспеушілігі басқаша қабылданған.
басқаша өседі, басқаша өнеді. Ми әрбір біздің жасаған ісіміз, әрбір сөйлеген сөзімізге біздің миымызда әрбір бөлік жауап береді ғой. Жаңағыдай бұларда психикаға бөлігі жаңағыдай кеш жүреді да, ана бөлік ерте дамып кетеді. Сол себепті физиологиялық тұрғыда, медицина тұрғыда, сол себепті ол жаңа ерте басталады. Жетілу, иә, жетілу ерте болады. Осы жыныстық даму кезінде балаларда көп жағдайда ата-ананың қателігі немесе педагогтың қателігі немесе біздің қоғамның қателігі деп айтайыншы енді. Негізгі несі. Қоғамның қателігі кезінде балалардың істеген іс-әрекеттері өршіп кетуі мүмкін. Себебі қалыпты бала переходный возраст келген кезде біз түсінеміз, қалай жасау керек екенін білеміз, ұяламыз. Мысалы үшін, ер бала болсын, қыз бала болсын, біз ұяламыз. Жаңағыдай ол туралы әңгіме қозғауға, иә? Иә, әңгіме қозғауға ұяласың, сосын физиология өзгереді. Қыз баланың да, ер баланың да физиологиясы өзгереді. Сол кезде біз қымтырыла бастаймыз ұялғандықтан. Ал ерекше балаларда ұялу деген сезім жоқ. Сол себепті олар оны емін-еркін жасай алады. Соны контролировать етемін дейді да, мамандар кейде көп қателік жібереді. Маман болсын, немесе ата-ана болсын. Үйлерінде жаңағыдай дұрыс жұмыс жасамайды да, соның нәтижесінде бала басқаша қабылдауы мүмкін. Жыныстық дамуды басқаша қабылдауы мүмкін. Енді осы жерде бір мысал айтып кететін болсам, өзімнің практикамда болды. Бір оқушы ер бала. Сондай жыныстық даму басталған кезде өзінің мүшесін тисе бастайды. Өйткені ол жерде өзіне керек заттар өсе бастайды. Ол жаңағыдай, енді процесс жүреді ғой енді. Сол процесс жүрген кезде ол уже шыдамайды, тисе бастайды, қозғай бастайды, немесе әртүрлі жағдай болады. Енді былай айтқанда қозғай бастайды деп айтайықшы. Сол кезде ата-анасының дұрыс емес әрекеті, немесе педагогтың бір дұрыс емес әрекеті, содан кейінгі нәтиже балаға ұнап қалуы мүмкін. Содан бала специально жасай бастайды. Сол нәтижені алу үшін. Мысалы үшін, сол оқушыға бір біздің педагог айтқан, олай жасауға болмайды, бұл ұят, сен не істеп тұрсың, ки шалбарыңды, немесе там кет ана жаққа, бүйт сөйт деп қате жібергенде, ол бала ол жаңағыдай кері вниманияны жақсы көреді да, ол бізде. Жақсы вниманияны жақсы көрмейді. Керісінше мынадай қатаң внимание, былай қарағаныңды, ұрысқаныңды сондай жақсы көреді. Басқаша қабылдап тұр ғой олар. Ол оны рахат қылып қабылдап тұр. Ол оны ойлап тұр, мен дұрыс жасап жатырмын. Яғни маған ұнап тұр ғой. Ең бастысы оған ұнап тұр. Ол сізге ұнап тұр ма, ұнап тұрған жоқ па, оған ол керек емес. Дұрыс емес әрекет екенін біліп тұрған жоқ. Біліп тұрған жоқ ол. Біліп тұрса да өзіне керек нәтижесін алып тұр ғой соңында. Бізде ерекше балалар әрқашан кейінгі нәтижені біліп отыру керек. Мысалы үшін біз жұмыс жасаймыз, себебі біз айлық алатынымызды білеміз. Мотивация дейміз ғой. Біз күтеміз, мысалы әр айдың 20-сы күні айлық беретін болса, біз 19-ы күні уже ақшаны қайда жұмсайтынымызды уже реттей бастаймыз. Оларда да сондай қалыптасқан. Енді былай алғанда, олар адам ғой. Адамның жаңағыдай бәрімізді бірдей қылып дамытқан. Сол себепті оларда да сондай. Мысалы үшін, ол мына істі жасасам, нәтижесінде мен мынадай алам деген мақсатта олар жасайды. Сен егер мына істі жасаған кезде сол алғысы келіп тұрған нәрсесін беріп қойсаң, болды. Онда қайталана береді деген сөз. Сол бала қайталай берді сол процесті. Соны бақылау арқылы біз уже білдік не себепті ол бала қайталай беретін. Содан кейін сол баланың деңгейіне қарап жұмыс жасадық. Жұмыс жасап, ол ондай түсінеді, көп нәрсені түсінеді, қабылдайды, сосын ол жақсы көреді былай отырып, диалогсыз давать еткенді. Сен қалай ойлайсың, былай жасасам, былай болатын еді. Мен сенің орныңда болсам, былай жасар едім. Мысалы үшін, мен сенің орныңда болсам, туалетке кетіп қалар едім. Туалет қасымызда тұр, ер балалардың туалетінде ешкім кірмейді деген сияқты қылып түсіндіре бастадық. Соның нәтижесінде қазір жақсы. Қазіргі кезде осындай арнайы орталықтар енді көп қой елімізде. Баратын жас мамандар, тьюторлар дейміз. Көбіне дайын болмай барады да шошып жатады. Балалардың, ересек жастағы балалардың іс-әрекетінен. Сондай жас мамандарға қандай кеңес бересіз?
Жас мамандар, ондай көп, себебі мысалы дефектологияны өзін таңдаған мамандар теорияда кітапта басқаша жазылады да, а практикаға келгенде олар мүлде басқаша болады. Сол себепті көп дефектологиядан кетіп қалып жатқан жандар бар. Әйтеуір бітіргеннен басқа жаққа салаға кетіп қалады. Сондай кезде кәдімгідей бізге шыны керек маман жетіспейді. Қажет мамандықтың бірі. Маман жетіспейді. Келген маманды біз кәдімгідей қуанып, қарсы алып, оқытып, үйретіп, солай жібереміз да, солай үйретеміз. Сол кезде мамандар жаңағыдай қорыққандықтан қашып жатады. Содан кейін қайта айналып келмейді. Осы кезде негізі ол айтар едім, негізі ол жаңа маманның кінәсі емес. Бұл жерде мамандықты қабылдап, маманды жұмысқа бөлетін адамның кінәсі. Бізде жас маман дейді, жас маманды алады да, сразу жаңағыдай неге бере салады. Сондай орталықтарға. Сондай орталықтарға қатты бала не істейтін, мысалы, баласы күрделі баланы беріп қояды, немесе сондай кезде маманың жұмыс жасауға деген ниеті қайтып қалады. Ниеті өшіп қалады, немесе қосымша қорқыныш пайда болады. Сол нәтижелер пайда болады, соның нәтижесінде жұмыс жасауға деген ынтасы болмайды. Қателікті айттыңыз ғой, осыдан кейін қателік пайда болады. Ой, бала бәрібір жасай алмайды бұл. Сенімсіздік, сенімсіздік. Бұл бала жасай алмайды, балаға деген сенімсіздік болмайды. Балаға деген сенімсіздік болмағандықтан ол жұмыс жасай алмайды. Жоқ, сенімсіздік болады. Балаға деген сенімсіздік болады. Сенімсіз болғандықтан, балаға сенбегендіктен ол өзіне деген жаңағыдай дух дейміз ғой енді, духы да жетпейді. Мысалы үшін күші жетпейді. Күші жетпейді. Айтады көп жағдайда, ладно, ол бәрібір жазбайды ғой, несін мен оны қинаймын, немесе несін өзім қиналам. Маған жаңағыдай, енді біз расписаниемен жұмыс жасаймыз ғой, 45 минут уақыт берілді, фазыл жинай алады, фазылсын беріп қоям, сортировка деген бар, сортировканы жасай алады, соны беріп қоям, боятып қоям, болды. Сөйтіп 45 минут әйтеуір бітеді. Сосын сөйтіп 45 минут бітеді, содан күн бітеді, содан апта бітеді, сөйтіп ай бітеді, ай біткен сайын ақшасын алады, сөйтіп уже маман үйренісіп кетеді соған. Бәрібір түк шықпайды деген ұғым. Бәрібір түк шықпайды деген. Ең негізгі қателік мамандардың балаға деген сенімсіздігі, сенбеуі. Сол сенімсіздіктің арқасында жұмыс жасауға деген ниетінің төмендеуі. Сол. Екінші қателік сенімді болып тұрса да қорқыныш деген бар бізде. Сенімді болып тұрады, балаға сенеді, баланы жақсы көреді, бірақ баладан қорқады. Мені қазір ұрып жіберсе қалай болады, содан кейін не істеймін? Мен тістеп алса не істеймін? Жаңағыдай, немесе итеріп жіберсе не істеймін? Бізде енді көбінесе қыз балдар ғой, енді бұл салада жұмыс жасайтын. Ер балдармен ондай қиындық мүлде болмайды. Ер балдар олар келеді да сразу кірісіп кетеді. Осы қолын көтеріп қойып кірісіп кетеді. Себебі оларда жаңағыдай қорқыныш деген ондай болмайды. Қыз балалар біздер нәзік қалыппыз ғой енді. Мысалы, итеріп жіберсе, мен құлап қалсам, бір жерім ауырыпты балам, бір нәрсе сенек қалып қалады, өтеді, бүйтеді деген сондай қорқыныштар пайда бола бастайды. Сол осы қателіктер шығар негізгі қателіктері. Бірінші ханым, енді осындай ерекше туылған балаларға мемлекет тарапынан қандай көмектер ұсынылады жалпы? Қандай жұмыстар жасалынып жатыр осы балалардың дамуы үшін? Әрине жұмыстар бар, жасалып жатқан жұмыстар жақсы, мысалы үшін алатын болсақ, кейде балалардың, мысалы, біз бала туылғаннан кейін инвалидтік деген бар ғой, куәлігі бар, инвалидтік неге енді бала ерекше бала, ол ерекшелігіне байланысты өмір бойы инвалидтік неде отыратын балалар бар. Сол себепті сол инвалидский дайындағаннан кейін олардың пособиясы бар, содан кейін қарайтын ата-анасына төлейтін ақшасы бар. Әрине өзім кейде ойлаймын, мысалы бір бала әртүрлі жағдай барады. Өтірік айтпай-ақ қояйық, мүмкіндігі шектеулі бала, инвалид баланың пособиясы 50 000 теңге. 50 000 теңге айына. Ал баланың баратын қосымша сабақтары айына 500-600 мың шығарады. Кез келген ата-ананың қалтасы көтермейді. Кез келген ата-ананың қалтасы көтермейді. Сол кезде, мысалы, тек мысалы, әкесі жұмыс жасайды. Барлық ата-анада қазір ақша көп емес қой, енді бос жатқан ақша жоқ. Сол себепті кейбір балалар 1-2 сабаққа барады, 50 000-ға жететін, қалған сабаққа бармайды.
қалған сабақтарда үйде отырады. Сондай кезде ойлайсың, мемлекет ең болмаса бір былай алып, мамандардың орташа бағасын біліп, сол арқылы бір не қойса екен деп ақшаларын көтеріп, бірақ енді осы жылдан бастап көтеріледі деп жатыр. Бірақ білмеймін қаншаға көтерілетінін, бірақ қаншаға көтерсе де мен ойларын ең болмаса айына бір 2-3 сабағын жауып тұратын, бассейнін, баратын центрін, сонымен қатар бір жеке өткізетін сабақ бар ғой, мысалы логопеді бар, психологы бар, дефектологы, соны жауып тұратын ақшалары болса екен деп кейде ойлаймын. Жаңағы сіз айтқан сабақтары 500 мыңның көлемінде дедіңіз, ол мемлекеттік пе әлде жеке? Мемлекеттік емес, барлығы жеке. Барлығы жеке. Мемлекеттік салалар бар, ол коррекционный школалар бар, жаңағыдай мемлекеттік тегін нелер бар, садиктар бар, нелер бар. Ол жерге апарғанмен мамандар частныйдағыдай маман ешкім жұмыс жасамайды. Ол өтірік емес, шындық. Частныйда жеке мамандар жұмыс жасағандай қалып, мемлекеттік мамандар жұмыс жасамайды. Себебі? Себебі, ол себебін енді мен өзім білмеймін. Себебі маған келіп жатады мұғалімдер. Мұғалім емес, ата-ана келіп жатады, баласын алып келіп. Мен міне осындай садикке барам, бірақ дефектолог логопед айтты, сіздің балаңыздың қолынан еш нәрсе келмейді. Сіздің балаңыз еш нәрсе жасай алмайды. Мүлде сөйлей алмайды деп айтатын кездер бар. Соны ата-ана естіген ата-ана ол онсыз да уайымдайды. Ол уайыммен сол жерден кетіп жатады. Кетіп жатады да, сосын частныйлар іздей бастайды. Частныйлар көп жағдайда баланың нәтижесін көрсететін частный мекемелер. Оның бағасы? Оның бағасы әрине қымбат болады. Мемлекеттікке қарағанда. Мемлекеттік көбінесе тегін болады да, частныйларда қымбат болады. Себебі маман, мысалы менің өзімді алатын болсам, сіз маман болсаңыз, сіз баланы оқытып қана қоймай, сіз өзіңіз оқисыз ғой. Сіздің алатын басқа курстарыңыз бар, семинарларға қатысасыз, түрлі жаңа бір нәрсе үйренуіңіз керек, балаға деген подход басқаша табасыз. Мысалы 5 бала отырса, 5 балаға бірдей подход деген болмайды. 5 бала 5 түрлі, сол себепті 5 балаға 5 түрлі подход іздейсіз. Соның барлығы сіздің біліміңіз, сіздің алып жатқан, басқа жерден алып жатқан біліміңіз. Сіз оған ақша кетіресіз, сіз оған ресурс кетіресіз. Сіз әрбір кетірген ресурсыңызды жұмысыңыз арқылы қайтарып алуыңыз керек. Сол себепті частныйларда ценасы әрине шамалы қымбаттау. Яғни ол жердегі мамандар үнемі ізденісте, мемлекеттік орталықтардағы мамандар бір орында қалып қойған. Бір орында көп жағдайда қалып қояды. Ол өтірік емес, ол шындық. Өйткені мемлекеттік мекемелерде жұмыс жасайтын мамандар жалақысы төмен. Жалақысы төмен болуы мүмкін, бірақ Аллаға шүкір, жалақысы төмен емес. Мен өзім жұмыс жасадым. Шамамен қанша? Шамамен енді жалпы мектептерде дефектолог логопедтер олар ставкамен жүреді. Мысалы бір ставка 65 мың, 70 мың болуы мүмкін. Коррекционный школдар бар, дейміз ғой, оларда қосымша еще тағы жүретіндері бар да, қосымша қосылатындар. Оларда бір ставка 100-120 мың болып есептеледі. Бір ставка 18 сағат. Бір маман 18 сағат алмайды. 20 сағат, 21 сағат. Яғни көбірек. Көбірек өседі. Солай есептеледі. Мен айтпас едім төмен деп. Аллаға шүкір жақсы мама нелері. Бірақ олар оқысы келмейді. Бұл жерде, енді білмеймін, мемлекеттік мекемеде жұмыс жасаған мамандар мен частный жеке мекемелерде жұмыс жасаған мамандар екі түрлі. Былай айтатын болсақ, поведениесі де екі түрлі. Балаға деген көзқарасы екі түрлі. Балаға деген подходы да басқа. Бізде мемлекеттік нелерде әрине бәрі онда емес, ізденіп, жаңағыдай оқитын нелер бар. Бірақ олар көп соңғы жағында жеке болып кетіп қалып жатады. Өздерінің кабинетін ашып кетеді, өздерін жаңағыдай арендовать етіп кетіп қалады. Мысалға сіз сияқты? Иә, мысалы мен сияқты. Мен өзім коррекционный мектепте жұмыс жасадым, ол жерде көрдім. Барлығы өтетін процесс бар, ішкі, оның барлығын көріп, естігеннен кейін мен өзі түсіндім. Мен жасағым келген нәрсені ол жерде мен жасай алмайтынмын. Сол себепті кетуге тура келді. Содан кейін жеке неге кеттім. Ол ақшаның аздығынан емес, мен көргім келген нәтиже, мен көргім келген жұмыс ол жерде болған жоқ. Сол себепті кеттім.
Ал енді сіздің орталығыңызға келіп, баласын қандай да бір алдыға жылжу мақсатында апаратын болса, ата-аналар қалтасы көтере ме қаражатты? Қанша айына? Енді айына бізде әртүрлі. Енді толық нақты менде баға жоқ. Баға жоқ. Баланың қабілетіне қарай. Баланың қабылдайтын сағатына байланысты, баланың келу күніне байланысты. Кейде ата-аналар айтып жатады, мен ана жерге барам, мен мына жерге барам, маған қымбат деп. Сол кезде көп жағдайда мен түсірем бағасын. Себебі мен балаға жаным ашиды да, сол себепті түсірем. Ал егер мүлде түсіріп қойсам, мүлде түсіріп жаңағыдай тегін қылып қойсам, кешіріңіз, маған да өмір сүру керек, менің де оқуым керек арман қарай. Менің де не төлеп отырған арендам бар. Мен нәтижесі арқылы баланы көрсете бастаған кезде кейде ата-аналар алып кетіп жатады, қымбат деп. Сіздің неңіз қымбат болып кетті, себебі мен балама бассейн қостым дейді. Себебі мен балама жаңағыдай бір нені қостым деп айтады. Сол кезде айтам, давайте мен сізге скидка жасап берейін. Бала қала берсін, ең болмаса күнін азайтыңыз, күн ара келіңіз деп айтам. Соның өзінде кететін ата-аналар бар, себебі апару қиын дейді, анау қиын дейді, мынау қиын. Бірақ осы күнге дейін жаңағыдай сіз нәтиже көрсеткен жоқсыз, сізде нәтиже болған жоқ, менің балам солай келді, солай қайтты деген Аллаға шүкір болмапты әлі. Соған бір жағынан өзім қатты қуанам. Мәншүк ханым, енді осы өзіндік ерекшелігі бар балалардың қоғамдық орындарда көп уақытын өткізуі, адамдармен араласуы, өздеріне психологиялық, физиологиялық тұрғыдан бір зиян тигізбей ме? Жоқ, ешқандай зиян тигізбейді. Керісінше баланың тездетіп ортаға сіңуіне, қоғамдағы өзін ұстауына көп көмегін тигізеді. Себебі кез келген қоғам, келген адамды өзінің ырқына көндіру, не істеп алады, тәрбиелеп алады. Ол жалпы ерекше балаларға да емес, бізге де қатысты. Мысалы, біз қай елге көшіп барсақ, сол елдің атмосферасына байланысты өмір сүріп кетеміз ғой. Сол сияқты оларда да сондай. Олар тұлға ғой, индивидуальность. Олар бір тұлға. Олар да көру керек, білу керек, ұстау керек, жүру керек, тұру керек. Сол себепті соның барлығын көру арқылы олар өздеріне қабылдайды. Көп ата-аналардың қателігі не істеймін дейді. Мысалы үшін аутист баланы алып шықсам, ол қазір біреудің қолындағы мороженеға жабысса, немесе жеп отырған тамағына жабысса, немесе барып бір нәрсені қиратып тастаса, мен не істеймін? Немесе оған басқаша қарауы мүмкін. Ұят. Балаға қарамасау, бізде қоғам жаман жері шошайтып қасында тұрған үлкен адамды көрсетеді. Мен өзім басымда болдым, менің оқушымды алып шықтым. Бізде Астанада Керуен деген торговый центр бар. Соған алып шықтым. Жоғарысында фудкорт бар да, тамақ ішетін. Сол жерге алып шықтым. Оқушым чипсы жеймін дейді. Чипсы жақсы көреді қатты. Мен айтам, жемейсің дейді. Бізге чипсы жеуге болмайды. Себебі бізге жара шығады, сөйтеді. Жоқ, жеймін дейді. Себебі қасымда басқа балдар жеп отыр. Енді балауы көрген нәрсесін жегісі келеді, көрген нәрсесін істегісі келеді. Біз оған рұқсат бермейміз, себебі жаңағыдай физиологиялық тұрғыда ол жара шығып кетеді, аллергиясы бар да, сол себепті. Жемейсің деймін, жоқ, жеймін дейді. Сол жерде былай айтқанда қырғын шығарады маған. Жерге жатып алады, айқайлайды, жылайды, итереді жұрттың барлығын, мені ұстап алып бүйтіп жынданады, не істейді. Сол жерде үлкен кісі, әлі есімде үлкен ер адам. Маған шошайып қолын көрсетіп, қараш, ана шешесін тұрған тұрсын, баласын тәрбие алмайды деді. Мен сол сөз әлі күнге дейін есімнен кетпейді, себебі мен үшін өте қиын болды. Мен сонда ойладым, әрбір ата-ана осылай ата-анаға шошайып көрсетеді ғой, значит, қолын. Себебі мен ана жерде, мен өзім әлі жаспын. Ол кішкентай кезі ол баланы, қазір енді ол үлкен жігіт өзі. Кішкентай кезі мен сол кезде не істерін білмей қалдым. Барлығы, содан кейін ана кісі сөйлегеннен кейін барлық әйелдер келіп, не? Балаңды ұстай алмайсың ба? Нең бар бұл жерге келіп? Кет бар балаңмен. Кет деп айтқан кезде мен вообще жылап жібердім ана жерде. Уже себебі қиын. Менің балам емес қой ол деп ішіңнен ойлайсың, айтайын десең айта алмайсың. Мен айтам, сол кезде мен бір айтқаным, бала менікі, не істеймін өзім білем. Сіздің балаңыз жақсы ма?
сіз өз балаңызға жауап беріңіз. Сонда қоғам бізде қабылдамай тұр ғой? Қабылдай алмайды. Ол қабылдай алмайды, қабылдауына әлі біраз жұмыс жасалу керек. Білмеймін, әлі күнге дейін өзіміз көріп жоқ қой, қиындау. Сонда қандай жұмыстар жасалыну керек? Ерекше балалар емін-еркін өзін сондай бір қоғамдық ортада жүре алу үшін. Қоғамды үйрету қиын. Қоғамға апарып сіңдіресің баланы. Содан кейін уже қабылдай бастайды қоғам. Себебі бала біреу, қоғам миллион. Мысалы, сол жерде ана фудкартта жоғарыда оқушы біреу ғана. Мысалы үшін, бала біреу. Ана жерде тұрған адам, білмеймін енді, 1000 адам шығар. Мен 1000 адамды оқыта алмаймын ғой. Мен 1000 адамға барып, мынау осындай особенный бала, мынау сондай бала деп айта алмаймын. Себебі оған мен физикалық тұрғыда да уақытым келмейді. Физикалық тұрғыда да жетпейді. Мен сол себепті оқушымнан бастаймын. Оқушымды үйретемін. Оқушымды қоғамға кіргізу үшін оқушымнан бастаймын. Жаңағы тәртіп сақтауды, тәртіп сақтауды, қоғамның определенный правиласын үйретемін. Қалай жұмыс жасау керек, чипсы немесе біреудің қолынан тартып алған, ол дұрыс емес екендігін үйретемін. Немесе кафеге, ресторанға барғанда қалай отыру керек, қалай официантпен сөйлеу керек, кірерде сәлеметсіз бе деп айтып, шығарда сау болыңыз деп айтуға дейін үйретемін. Сақтай ма оның барлығын есінде? Сақтайды. Мен баланы қалай қылып көргім келеді, болашақ, мен солай болуым керек. Мен айтам, менің әрбір баламның болашағын көргім келсе, мен айнаға қарауым керек. Болды. Ата-анаға да сөйтіп айтам. Сіз балаңыз қандай болғанын көргіңіз келсе, айнаға қараңыз. Сіз әрекетімен көрсетті. Сіз әрекетіңізбен, сізден көрген нәрсені бала ол алады бәрібір. Сіз жасаған нәрсені бала жасайды. Сіз айқайласаңыз, бала солай айқайлайды. Сіз жыласаңыз, бала солай жылайды. Сол сияқты мен өзім әрқашан ресторанға баратқанда, немесе киноға баратқанда, немесе паркке бір жерге баратқанда өзімді кәдімгідей дайындап, солай алып барамын. Айқайламауға, мысалы, ұрыспауға очередьте тұрған кезде, кейде енді әйел адам болғасын кетіп қалады ғой. Сондай моменттерде соның бәрін дайындап барамын. Менен көрген нәрсесін олар жасайды. Жақсы, Мәншүк ханым, енді тағы бір біздің осы өзекті сұрақтарымыздың бірі, жалпы ерекше балалар енді өсіп жетілгеннен кейін отбасын құра ала ма, болашақта ұрпақ тарата ала ма, соған жауап берсеңіз. Әрине, оны жасай алады. Өйткені олардың да физиологиясы біздің физиология сияқты өседі ғой. Бала көтере алады, әйел адамдар, ер адам бала жасай алады деген сияқты барлығы болады. Ал бірақ олар баланы үйлену, қасында адам болуы, ответственность деген нәрсені түсінбейді. Соны жеткізу үшін соның барлығы үйретілу керек оларға. Үйретіледі тек. Мысалы, аутизмді алатын болсақ, аутизмнің өзі екіге түрі бөлінеді. Высокофункциональный аутист, низкофункциональный аутист. Высокофункциональный аутисттер олар аспергерлар. Аспергер деген синдром бар. Былай бізге жалпақ тілге не болсын, генийлар дейді оларды. Өте талантты адамдар. Бетховен, футболист у нас Лион Месси, Барселонада ойнайтын. Аспергерлар көбісі. Мысалы, художниктардың көбісі аспергерлар. Олардың таланты, дарыны деген, олар бір нәрсеге былай зацикленность дейміз ғой, зацикленность арқылы туындайтын нәтиже. Лион Месси ол туғаннан бастап, мысалы туып жүріп бастағаннан бастап футболға деген интересі, қызығушылық болғанда, соның нәтижесінен қазір әлемге белгілі футболист. Мысалы, оның әйелі бар, 3 баласы бар, 3 ұлы бар. Мысалы үшін, низкофункциональный аутисттарға бірақ енді оны үйретесің. Низкофункциональный аутисттардың түсінуі шамалы артта қалады высокофункциональныйға қарағанда. Сол себепті оларға оның барлығы үйретіледі. Мысалы, қандай түрде үйретіледі? Үйленуге болатынын, сезім туралы, ер балаға қыз бала туралы, қыз балаға ер бала туралы, соның барлығы үйретіледі. Соның нәтижесінде үйленуге дайындалады. Үйленгеннен кейін әрине мына бала жасаудың процесінің өзі үйретіледі кейде оқушыларға. Бала үлкен кісі ғой, енді ол кезде үлкен кісі болады ғой, енді жасы үлкен адамға үйретіледі. Қалай болатын, қалай не істейтін. Бірақ енді ол инстинкт, оның барлығы адамда емес, жануарларда бар инстинкт, ол сол моментте сразу шыға беретін инстинкт. Соның нәтижесінде әрине бала туылады. Баласы ешқандай ерекшелік болмайды,
қалыпты баламен туылады. Ол 80-90%-інде дәлелденген нәрсе. Қазіргі таңда енді білімде беріліп жатыр, осындай ерекше балаларға қажетінше қолдау да көрсетіледі, отбасынан болсын, жаңағы мемлекеттік ұйымдардан болсын, орталықтардан. Жалпы инклюзиялық білім берудің қажеттілігі қанша? Инклюзиялық білім беру деген негізі мүмкіндігі шектеулі кез келген баланы жалпы білім беретін ортаға кіріктіріп оқыту. Яғни жалпы білім беретін мектепке мүмкін ерекше балаларды отырғызып, сол жерде тәрбиелеу, сол жерде оқыту. Инклюзиялық білім беру бізде Қазақстанда соңғы бір 5 жылда ғана жақсы дамып келе жатыр. Оған дейін әрине арнайы фондтар болды. Мысалы, айтып өтетін болсам, Ашық әлем, Болашақ деген фонд бар. Сонымен қатар қазір Жас ұрпақ деген фонд бар, осы соңғы 3 жылда ашылып Астанада. Сол фондтардың жұмыс жасау нәтижесінде инклюзиялық сыныптар ашыла бастады. Ол кезде ол мектепке барады, директормен сөйлеседі, айлықтарын төлейді қосымша, оқытатындарын оқытады, тьютерлар дайындайды, соның нәтижесінде жұмыс жүргізілген. Ал осы жылдың сентябрьнен бастап кәдімгідей мектепте, жалпы білім беретін мектепте ешқандай жағдай фондтың, частный ненің қатысынсыз кәдімгідей мүмкіндігі шектеулі балаларды мектепке қабылдай алатын болды. Инклюзиялық білім беру заң түрінде енгізілді. Инклюзиялық білім беруде балаларға негізгі керегі общество, қоғам. Бала үйде отырған бала. Ол барса центрға немесе жаңағыдай оқу орындарына барады, ол жерде балдардың барлығы өзі сияқты. Аутист, немесе ЗПР, немесе Дауна. Ал мына жерде сыныпта отырса, ең болмаса қарапайым бала, қалыпты бала, жаңағыдай оқи алады, тоқи алады деген сияқты қалыпты балада сол баладан өзіне керекті тәрбиесін, өзіне керекті білімін, өзіне керекті қабілетін үйренеді деген мақсатта отырғызылады. Ал ол жаңа қалыпты балаларға, сыныптастарына кедергі келтірмей ме? Кедергі келтіреді. Тіпті айтатын болсам, қалыпты баланың кей ерекше балалардың іс-әрекеті психологиясын бұзады. Ол бар нәрсе. Өйткені баланың өзінің психологиясы өседі ғой. Жасқа дейін, 25 жасқа дейін адамның психологиясы түрлі өзгереді. Алатын, бекітетін нәрсесін 25 жасқа дейін бекітіп болады адам негізі. Соған байланысты баланың психологиясына да өзгеруіне көп пиғылын тигізеді негізі. Бірақ бұл жерде біз ерекше бала сыныпқа отырамға дейін, сыныпқа баланың алдына апарамға дейін біз ерекше баланы дайындаймыз. Ерекше баламен жеке жұмыстар жүргізіледі, әбден сыныптық жұмыстар жүргізіледі, отыруды үйретеміз, 45 минут бойы отыру олар үшін өте қиын. Ең болмаса 5 минут отырғызамыз басында, сосын 6 минут отырғыз, сөйтіп өсіреміз. Сөйтіп өсірген кезде бірінші кішкентайдан жоғарыға жүрген сайын, сыныптағы оқушылардың көздері де үйрене бастайды. Өздері уже қызығушылық пайда бола бастайды. Сонымен қатар әрбір сыныптағы оқушы дайын болу керек. Бізде көп жасалатын қателік осы инклюзияның несінде дайындық жоқ қой, баланы аппаратта отырғыза салады. Баланың ерекше баланың жағдайын жасап кетеді бізде. Мен сол кезде ойлаймын, неге ерекше баланың жағдайын жасаймыз? Ана жерде қалған 25 бала сонда қалай болады? 25 бала 25 тұлға ғой. 25 баланың өзінің 25 түрлі ойы бар. Қабылдауы бар, психологиясы бар. Сол себепті олай болмайды. Бірінші сыныпты дайындау керек. Сыныптан кейін әрине мұғалімді дайындау керек. Содан кейін барып, баланы біртіндеп жайлап кіргізу арқылы ғана барып, өзі ортаға сіңгіземіз. Кез келген нәрсені оқытқанда кішкентайдан жоғары қарай жүріп отырамыз. О да сондай. Сосын бізде экспериментальный уақыт деген жоқ. Соны кейде осы неде ойлаймын, сол экспериментальный уақыт деген негіз болу керек. Ол баланы аппаратта сразу осы классқа бекітілді, өйткені сынып жетекшісі қабылдап тұр. Болды, осы класста отырады. Бірақ қарамайды, ол классқа бала сіңіп кете ала ма, ол класста бала өз-өзін жақсы ұстай ала ма, немесе басқа бала не істемеш, сынып қалай қабылдайды деген не жоқ. Мысалы бізде экспериментальный болса, әр сыныпқа, мысалы бірінші классқа келген 2 бала болса, мысалы әр мектепте бірінші класс кем дегенде бір 7-6 класс бар. 7-8 класс бар. Әр классқа бір 1-2 аптадай отырғызып сөйтіп не істесе, көреде байқап көреді. Баланың жаңағы класстың не қарайсың,
көзқарасы қалай, класстың баланы қабылдауы қалай, мұғалімнің қалай, ана бала класты қалай қабылдайды, әр класстың атмосферасы әртүрлі болғандықтан қалай болады деген нәтижеден кейін барып баланы бөлу керек классқа. Бізде ондай әлі жоқ. Ондайға қашан жетеміз? Дайын емеспіз ау деймін. Оны енді қашан жететінін әрине мен білмеймін. Себебі осы уақытқа дейін тек ата-аналардың күшімен ғана инклюзияға барған нәрсе. Енді қазір мемлекеттің құрамына өтті. Мемлекет, Аллаға шүкір, көмегі көп. Мемлекеттің жасап жатқан, бірақ енді ол жаңағыдай экспериментальный неге жетіп, міне бізде инклюзия деп көрсетуге енді әлі біраз уақыт керек. Сонда ол бала, жаңағы ерекше баламыз 4 сабақ болса 4-еуіне де 5-еуіне де қатыса ма, әлде 1-2 сағатпен шектеле ме? Жоқ, қатыспайды. Себебі баланың ерекшелігіне байланысты біз таңдаймыз. Мысалы, кейбір балалар бар, әдеби сабақтар бар, сауат ашу деген тыңдап отыратын, ондай сабақтарда отыра алмайды. Тыңдағанды онша ұнатпайды. Керісінше кейбір балалар тыңдаған жақсы көреді, жазған ұнатпайды. Сол баланың ерекшелігіне байланысты сабақтарға кіргіземіз. Егер бала сурет жақсы салатын болса, бояй алатын болса, сурет салу сабағынан бастаймыз. Физикалық тұрғыда жағдай жүгіріп, секіріп, кәдімгідей несе алатын болса, онда біз дене шынықтыру сабағынан бастаймыз, музыкадан бастаймыз. Әрине, тез апарып математикаға отырғызып 45 минут отырғызу ол болмайды олай. Олай жасалмайды, себебі біріншіден мұғалімнің психологиясына қиын болады, екіншіден сыныптың психологиясы бұзылады баланың, үшіншіден баланың психологиясы бұзылады, ерекше баланың. Сол себепті баланың даму ерекшелігіне, қабылдауына байланысты бөлінеді. Сабақтар бөлінеді. Уақытта солай бөлінеді сосын. Соған ата-ана да, мұғалім де, сынып та жалпы дайын болу керек. Дайын болу керек, иә. Дайын болу керек. Ал онымен кім жұмыс жасайды, кім айналысады? Мектеп психологтары ма? Иә, ол жағын енді бұл жерде қалай айтсам болады. Дефектологтар, мектепте дефектолог деген, коррекционный психолог деген бар, бізде түзету психологтар деген бар. Ондайлар тек осы кезде қосылып жатыр. Бірақ олардың өздері инклюзия дегенді, былай айтсақ, білмейді. Инклюзия деген ақпарат осы қазір шығар енді. Кеше естіп жатырмын, Абай атындағы университетте инклюзия факультеті ашылыпты деп. Оған дейін Абай атындағы университетпен мен байланыс болып тұрады. Қыздар бар сол жерде оқитын, не істеп жатқан. Оған дейін сұрағанымда ол ашылмаған. Осы жыл или алдындағы жыл, соңғы жылдарда ашылған. Оған дейін бізде болған жоқ. Менің өзімде оқыған кезімде біз инклюзия дегенді оқыған жоқпыз. Инклюзия деген жағдай бөлек сабақ болған жоқ. Жалпы білдік инклюзия деген, себебі инклюзия Америкада, Европада, сонымен қатар Россияның өзінде жақсы дамыған. Бізде Қазақстанда тек қазір келе жатыр. Енді ғана. Сол жақтан алынған нәрсе осы жаққа сіңіліп жатыр. Сосын Израильде жақсы дамыған. Өте жақсы дамыған десем де болады. Себебі оларда баламен инклюзияға сыныпты дайындау, қалай жүру керек, барлығы бар. Бірақ о жақтың Израильдің бір несі высокофункциональны балдармен жұмыс жасайды. Кәдімгідей көрінген, шамалы несі жұмыс жасалған балалармен жұмыс жасайды. А қалған балалар, низкий недегі орналасқан балалар, олар көп жағдайда психиатрический больницада немесе үйде отырады. Сол қателіктері. Әйтпесе, бұлай жұмыс жағынан өте жақсы. Ал бізде қалай? Оған қарай ма? Жаңа жоғарғы, төменгі деңгейіне? Бізде қарамайды. Бізде ондайға қарамайды. Бала келсе ала береді. Мысалы, көп жағдайда енді қазір енді мемлекет тұрғысында стандарт бар шығар деп ойлаймын. Себебі дайын емес баланы мектепке отырғызуға болмайды. Себебі балаға бізде қалай 7 жасқа 8-ге келді ма, мектепке бару керек деген бар. Қалыпты балалардың өзінде де сондай. 7 жасқа келді, 7 жаста мектепке бару керек, болды, барады бала. Ал мүмкін бала жасқақ шығар әлі. Мүмкін бала әлі ортаға сіңбеген шығар. Баланың несіне қарамаймыз да біз, сразу апарып отырғызып қоямыз. Сосын ата-аналар жүреді қиналып. Менің балам қабылдамайды, менің балам бүйтпейді, сөйтпейді деп. Ерекше балаларда да сондай.
көбінесе айтатын, мына бала дайын емес мектепке. Себебі мектептің стандарты, мектептің білім беру системасы ол басқаша. Мысалы, центрға қарағанда немесе бізге қарағанда. Сол себепті баланы соңғы 2-3 жыл уақыт кетеді. Кәдімгідей мектепке дайындау керек. Дайындап, бала дайын деген кезде ғана апарып мектепке кіргізу керек. Ештеңе етпейді, 10 жас па? 10 жас, пожалуйста. Зато 20 жасында маман иесі болып шығады. Саналы түрде. Саналы түрде. Ал керісінше 7 жасынан бастап апарып 5 жыл мектепте тартып, ол 5 жылдың ішінде бала дайын емес. Әлі тағы не істеп, әйтеуір өйтіп мектепті бітіріп, одан кейін қаққа барарын білмегендіктен ең жақсы 10 жасында барсын. Зато мектепке дайын болады бала. Зато мектепте отыруды біледі, зато обществоға сіңуді біледі, зато өзі туалетке бара алады. Былай қарапайым тілде айтқан, өзі туалетке бара алады, қолын көтеріп туалетке шығуды сұрай алады. Соған жеткізбей біздің нелер аппаратта отырғыза салады. Содан көп қиыншылық көреді, мамандар да қиыншылық көреді, баланың психологиялық травмасы да содан пайда болады. Сонда қазіргі таңда бізде осы ерекше балаларға арналып мектепке дейінгі дайындық жұмыстары толығымен өткізіліп жатқан жоқ қой, иә? Ол дұрыс сұрақ қойдыңыз. Негізі ол мәселе әлі күнге дейін нақты орнатылмаған. Себебі инклюзиялық балабақша бізде өте аз. Тек осы Алматыда білетін екі или үшеу ғана бар. Бізде Астанада мүлде жоқ. Мысалы, енді былай алатын болсақ. Ал центрлар бар, арнайы мектепке дайындайтын, бірақ ол жерде де жаңағыдай нақты мектепке дайындайтын процесстер жүрмейді. Мектепте неге? Тек жазуға үйретеді, оқуға үйретеді, немесе тақтамен мұғалім тұрып алып жұмыс жасауды үйретеді. Бірақ поведениесі жағынан, мектептің определен правиласы бар, сол үйрету жағынан ондай жұмыстар жүрмейді. Бауыржан Момышұлы атамызда айтқанға, тәртіпке бағынған құл болмас деп. Яғни барлық жерде тәртіп керек. Бірінші несі, біз баланың тәртібін қалыптастырамыз, содан кейін барып оқу қабілеттерін қалыптастырамыз. Бізде көбісі соны түсінбейді. Бірінші менің балам жаңағыдай диктант жазсын, менің балам 1 минутта 80 сөз оқысын деп келеді, баласы туалетке бара алмайды, өз еркімен. Баласы орындықта отыра алмайды. Баласы әлі күнге дейін өзінің жаңағы несі дейміз ғой енді, мүшесі, жаңағы бет мүшесі, немесе артикуляциялық, немесе қолы, сондай нелермен әлі күнге дейін жаңағыдай тұрақталмаған. Игере алмайды. Сондай нәтижеде келеді, сол кезде ойлаймыз, бірінші тәртібі, содан кейін барып оқуы деп. Сол моменттерде ата-аналар бізбен келіспей жатады. Енді ата-ананы да бұл тұрғыда түсінсе болады, себебі бір әріп болса да кішкене білім алып, кейін болашағына керек болады деп алаңдайды ғой. Десек те, менің ойымша, осы ата-аналарға арналған да бір ерекше балалардың аналарына орталықтар ашып, соған дайындаса, қоса осы үдеріс бір нәтижелі болады. Ондай бізде орталық, әрине, ондай орталық жоқ десем де болады. Тек мына центрлар бар, сондай балалар ғана. Солардың ішінде тек ата-аналармен жеке жұмыстар жүргізіледі. Мысалы, менің өзімде сөйтем. Ата-аналарым бар, балаларымның несі, мамасы, папасы, солармен жеке жұмыс жүргізеді. Онда, конечно, тек баласы туралы айтасың ғой. Мысалы, сіздің балаңыз осылай, сіз жасағанды былай жасамаңыз, мына жер мынадай деп. Ал жалпы барлық ата-анамен жұмыс жүргізілмейді. Информация дұрыс берілмейді. Сосын бізде енді ол шындық. Барлық центрлар, барлық ассоциациялар, которые балаларды қорғайтын, қолдайды. Барлық ата-ана, барлығы мама құрып атқан. Барлық центрді ашатын несі кім деген кезде, сондай баласы осындай диагнозбен деп айтады. Міне мынау баласы, осының мамасы осындай центр ашқан, немесе осының мамасы жаңағыдай ассоциация құрған деген сияқты қылып айтады. Ал мамандар, мысалы үшін, енді білмеймін, 1000-ның бірінде ғана кездесетін шығар, маман кәдімгідей өзіне жаңағыдай ашып, көмек жасап сөйтетін. Бірақ маман тек жұмысын жасайды, болды. Ал жоғарыда соның барлығын ұстап отыратын көп жағдайда мамасы. Ата-ана, ол бар нәрсе бізде. Мысалы, кез келген екінші орталықтың бастығы мама. Қарапайым ата-ана. Не істеген, өзі баласы үшін, өзінің баласының болашағы үшін
солай жасаған. Жақсы, Мәншүк ханым, осы сүбелі сөзіңізге, мәнді әңгімеңізге көп алғысымызды білдіреміз. Балаға деген ерекше мейіріміңіз, көңіліңіз маған сезіліп отыр. Сол ерекше балаларды айтқанның өзінде көзіңізден бір нұр сезіледі. Сол махаббатыңыз ұласып, жалғасып, тек биіктен көрініңіз, балаларыңызбен мақтанатындай азамат бола берсін. Ал құрметті көрермендер, өздеріңізбен келесі кездескенше қоштасамыз, аман жүріп, саулықта кездесейік.